Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қызықтың көкесі каналы сіздермен бірге. Кейбір таныстарымыздың тұтқиылдан қайтыс болып кететінін естіп жатамыз. Артынша олардың жасырын жүрек науқасы дертіне шалдыққандығын білеміз. Ендеше осы жасырын жүрек науқасының 11 түрлі ұдайы кездесетін клиникалық белгілері жайында сөз қозғаймыз. Бұл белгілерді білмес бұрын біздің каналымызға жазылып, қасында тұрған қоңыраушаны басып қойғайсыз. Жүрек ауруының 11 түрлі клиникалық белгісі. Арамызда бір бөлім адамдар сап-сау жүріп, аяқ астынан қайтыс болады. Бұл жағдай медицинада жүректің кенет тоқтап қалуы, яғни жасырын жүрек науқасы деп аталады. Сандық мәліметтерге негізделгенде бүкіл дүние жүзі бойынша жылына 18 миллион адам осындай дертпен көз жұмады екен. Егер алдын ала байқап, қатысты күтімдеу шараларын қолданса, бұл аурудан қайтыс болу мөлшерін ең төменгі шекке түсіруге болатын көрінеді. Өкінішке қарай, жүрек ауруын көп адамдар уақытында біле бермейді. Себебі ол жеңіл-желпі ауырсынудың астарында жасырынна жүреді. Еленбей жүретін жасырын жүрек науқасының клиникалық белгілері. Бірінші, кеуде тұсындағы жайсыздық. Жүректің шаншып ауруы, кеуде тұсының жайсыздануы. Жүректегі ауру белгілерінің ең кең таралған түрі. Бұл жайсыздықты дәлме-дәл сипаттап беру мүмкін емес. Кейбіреулер жеңіл күрсінуді сезінсе, кейбіреулерде тыныс ала алмай демігу пайда болады. Кеуде тұсы шаншып ауырады. Ал кейбіреулер кеудесі сығылып, денесі дірілдеп кететінін айтады. Қалай болмасын, жиі-жиі кеуде тұсыңыз жоғардағыдай ауру белгілерін беріп, мазаңызды ала берсе, онда сізге тезірек дәрігерге барып тексеріліп, себебін анықтату керек болады. Әдетте кеуде бөліміндегі ауру белгілері бәлкім жүрекпен де қатысы жоқ болуы әбден мүмкін. Десе де, қаралып, себебін білу, уақытында ем шаралар жасау үшін аса маңызды. Екінші, асқа тәбет азайып, жүрек айнып, асқазанның қатты ауруы. Асқазан мен жүрек қызметі де өзара байланысты. Кей кездері жүрек қызметінің әлсіреуінен жүрек айнып, асқазан ауырғандай сезіліп, лоқсу, асқа тәбеті тартпау қатарлы ауру белгілері пайда болады. Егер себепсізден себепсіз жүрегіңіз айныса, жүрегіңіз жайсызданғандай сезілсе, асқа тәбетіңіз тартпаса, дер кезінде тексеріліп, себебін анықтатыңыз. Бұл да басқа аурумен қатысты болуы бек мүмкін. Алайда, дәрігерге дер кезінде қаралсаңыз, жасырын жүрек болып, мезгілсіз өмірмен қоштасу қаупінен ертерек айығасыз. Үшінші, сол қолдың, сол аяқтың бұлшық еттерінің ауруы. Жүректің нерв жүйелері мен сол жақ қол аяқтың нерв жүйелері өзара қатысты. Егер сол қолыңыз ұйыса, сол иығыңыз, сол жақ аяқ қолыңыздың бұлшық еттері себепсіз талып ауырса, көп уақытқа дейін басылмаса, онда сізге дәрігерге дер кезінде қаралған дұрыс. Бұл ауру белгісінің неден болып тұрғандығын, жүрекпен қатысы бар жоқтығын анықтатқан абзал. Төртінші, тістің немесе төменгі иектің ауруы. Иек немесе тіс еш себепсіз ауырса, бұл жүрек қызметінде ақау байқалғанынан дерек беруі бек мүмкін. Медициналық тексерулер жүрек қызметі мен тіс ауруының да белгілі мөлшерде байланысы бар екендігін дәлелдеп отыр. Клиникалық тәжірибеде жүрек жұмысында бұзылыс болған көптеген адамдардың ауырсынуын басу үшін тістерін жұлып, дәрі-дәрмектер еккен оқиғалар жиі кездескен. Сондықтан да тісіңіз немесе иегіңіз себепсіз ауырса, дер кезінде дәрігерге қаралып, жүрек қызметімен қатысы бар жоқтығын анықтатқан жөн. Бесінші, бас айналу, тұйықсыз көз қарауыту, немесе соған ұқсас жағымсыз сезімдер пайда болу. Бас айналу, көз қарауыту секілді ауру белгілері көбінесе қаназдықтан немесе дене қуатының әлсіздігінен, миға қан жетіспеуден болады. Егер бұл ауру белгісі ұзақ уақытқа жалғасса, жүрекке тәсір етеді. Ауыр болғанда жүректің аяқ астынан тоқтап қалуында келтіріп шығаруы ықтимал. Сондықтан бұған да сәл қарауға болмайды. Дер кезінде дәрігерге қаралып, бұл клиникалық белгілердің жүрек ауруымен қатысын анықтатқан абзал. Медицина мамандарының айтуынша, көздің қарауытуы, бастың айналуы, жүректің миға қан жеткізу жұмысында ақаулықтар бар екендігін білдіретін көрінеді.
Бұл ауру белгілері миға қан құйылу, ми қан тамыры тосылу ауруынан хабар беруі де мүмкін. Міне сондықтан дер кезінде қаралып, не үшін бұл белгілер шығып жатқандығын анықтатқан дұрыс. 6. Ұдайы шаршап қалжырап тұру. Жүрек қызметі әлсіресе, немесе жүректің қан айналысында мәселе көрілсе, денеде қанның толық, іркіліксіз айналуын қамтамасыз ете алмайды. Осының кесірінен дене мүшелеріне оттегі жетіспеу пайда болады да, жұмыс істесе оңай шаршап қалжырау, демалған күннің өзінде де сергектікті сезінбеу, саусақ ұшын қимылдатуға шамасы келмегендей сезіну қатарлылар пайда болады. Егер осындай ауру белгілері сізге таныс болса, және көп уақыттан бері қайталанып жүрсе, дер кезінде өзіңіздің дәрігеріңізге барып қаралғаныңыз дұрыс. 7. Аяқтың еш себепсіз домбығып ісінуі, көк тамырлардың түйінделуі. Қан айналысындағы қалыпсыздықтан лимфа түйіндерінің қызметі де қалыпсызданады, яғни терідегі сұйықтықтың таралуы нашарлайды. Бұл әсіресе аяқтан көп байқалады. Терінің астына жинала берген сұйықтықтан аяқ домбығып ісініп кетеді. Аяғыңызда туындайтын осындай ауру белгілері көп көрілсе, дер кезінде дәрігерге қаралыңыз. Жүрек аурумен қатысы бар жоқтығын анықтатқаныңыз дұрыс. 8. Көпке созылған жөтел пайда болу. Көп жағдайда жөтел тұмау тиюдің бір белгісі ретінде қарастырылады. Дегенмен 2-3 апта бұрын ол сырқаттың бетін қайтарып тастасаңыз да, жөтел әлі күнге дейін мазалап жүрсе, дәрігерге барыңыз. Кей кездері тұмау тимесе де, тықылдап жөтеліп, ұзаққа жалғасып тоқтамай қойса, ақшыл немесе қызғылт қақырық түссе, бұл жүректің өкпедегі судың қайтуын қалыпты жүргізе алмай жатқанынан хабар беруі бек мүмкін. Сондықтан тұмаудан кейінгі жөтел де ұзақ мезгілге созылып басылмайтын болса, онда сізге дәрігерге қаралып, жүрегіңізді де тексертіп көрген дұрыс болады. 9. Орынсыз демігу, ентігу, тынысы тарылу. Ентігу қандағы оттегінің аздығын білдіретін бірінші белгі. Көбінесе оның себебі ретінде физикалық жүктеме айтылады. Бұлшықеттердің жұмыс атқаруына көп оттегі қажет болғандықтан, оны қаннан сора бастайды. Мұны ретке келтіру үшін ми өкпенің тезірек демалуын талап етеді. Оттегінің жетіспеуі қан айналымының нашарлап, жүрек жұмысында айтарлықтай мәселе туындағанының белгісі екендігін ескергеніңіз дұрыс. Сондықтан қандайда бір демігу, ентігу, тынысы тарылу клиникалық белгілері пайда болатын болса, дер кезінде кешіктірмей дәрігерге қаралған абзал болады. 10. Ұйықтағанда қатты қорылдау. Ұйықтап жатқан адамның қорылы қалыпты жағдай ретінде де қарастырылады. Ал егер сіздің қорылыңыз тым қатты шықса, бұл ұйқы кезіндегі демалудың қысқа мерзімге тоқтап қалу ауруының белгісі. Ұйқы кезіндегі демалудың қысқа мерзімге тоқтап қалуы жүрек қан тамыр жүйесіне айтарлықтай зардабын тигізеді. Жүрекке өте зиянды. Жүрек қан тамыр жүйесі кез келген уақытта күрт жұмысын тоқтатуы ғажап емес. Егер мұндай клиникалық белгілер бар болатын болса, дер кезінде дәрігерге қаралып, жүрек қызметімен қатысты болса, оны да уақытында емдеткен абзал болады. 11. Жүрек соғысының тұрақсыздығы және қатты жүрек қағуы. Жүректің кеудеден шығып кетердей соғуын кез келген ғашық адам сезінген болар. Жалпы, ол толқыныс пен қорқыныш кезінде немесе ауыр физикалық жүктеме сатысында болса қалыпты жағдайға жатады. Алайда, ешқандай себеп салдарсыз дүрсілдеп қоя берсе, сіздің мазаңызды алатын болса, онда бұл қандайда бір аурудың клиникалық белгісі болып табылады. Бұндай жағдайға сәл қарамай дәрігерге тексеріліп, себебін анықтату әрі ізіне түсіп, дауаланып, түбін үздірген абзал. Құрметті біздің тыңдармандар, бұл клиникалық белгілер басқа да аурулардың клиникалық белгілерімен ұқсауы ғажап емес. Сондықтан бұндай белгілерді дәрігерге барып қаралып, анықтатып, жүрек қызметіне қатысы бар жоғын тексерту өзіміздің қымбатты ғазиз өміріміз үшін аса керекті жағдайлардың бірі. Ендеше ауырмайық, сырқамайық. Қызықтың көкесі алда. Бізбен бірге болыңыздар.